Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да Айдын, және бүгін сіздің денсаулығыңыз мықты болсын деп, сіздерге керемет бір рецепт көрсетем. Керемет бір fresh juice, свежевыжатый сок қалай істеу керек, және оның пайдалары жайында көрсетемін и айтып шығамын. Біріншіден, біз живой питание жайында сөйлестік, побольше живых продуктов, поменьше мертвых, табиғаттың жаратылған түрінде жеміс-жидек көкөністі көбірек жеп, пісіру, қуыру, соларды азайтуға тырысайық. Өткенде ол туралы видео түсірдік, көрсеңіздер болады. Екінші мәселе голодание, ашығу. Ағылшынша fasting. Бұл да өте мықты құрал, ол жайында айтылды. Бір күн сіз ашықсаңыз, күні бойы сіздің ағзаңыз не істейді? Тазаланады, демалады, емделеді, өзін-өзін не істейді? Емдейді. Және де бір кішкентай бонус ретінде сіздерге бір advice, подсказка айтып шығайын. Күні бойы сіз тамақ еш жемесеңіз, жасы ішпесеңіз, сіздің ағзаңыз не істейді? Тіліңіз ағара бастайды. Кейбір басыңыз, басқа бір жеріңіз ауыру мүмкін. Именно сол жақта көп проблема бар. Сол жақты емдеді деген сөз. Қорқпаңыздар, ашыққан кезде, во время голодания, если у вас где-то что-то болит, это не значит плохо. Ойбай, тамақсыз жаман болып жатырмын. Емес, наоборот, қуану керек. Менің ағзам тазаланып жатыр. Именно қай жерім ауырып жатыр, сол жақтағы проблема қазір емделіп жатыр, шешіліп жатыр. Ең мықты диагноз организм өзі қойып береді. Тіліңіз ағарып жатқаны, ол да жақсы бір көрсеткіш, тазалану деген процесс жүріп жатыр деген сөз. Кейбір адамдарда жаман иіс шығуы мүмкін аузынан, ол да бір көрсеткіш. Демек, көбірек организмді тазалау керек деген сөз. Бұл жайында видео түсірдік, айттық. Бүгін енді осы живой питание, голодание деп жатырмыз ғой. Өте жақсы мәселе. Бірақ, мысалы, сіз бір күн ашыққаннан кейін оны қалай тоқтату керек? Как выходить из голодания? Это очень важно. Мысалы, күні бойы сіз тамақ жемедіңіз, ішпедіңіз, мысалы, ораза ұстадыңыз, немесе просто голодание болды, ашықтыңыз. Қалай шығамыз? Өте жақсы бір құрал бар. Ол fresh. Fresh juice, сок шырын, свежевыжатый. Именно сырттан магазин емес, өзіңіз дайындаған, және де свежий түрінде дайындадыңыз ба, сразу ішкен дұрыс. Не үшін голоданияны сокпен бастаймыз? Өйткені fresh, свежевыжатый сок, ол өте легкий. Ол ішінде, мысалы, сок істеген кезде, фрукт, овощ, олардың жасушаларының ішіндегі бүкіл минерал, фермент, витамин, оның бәрін аласыз да, өз ағзаңызға құйып аласыз. Он легко усвоимый. Сіздің ағзаңыз оны қабылдау өте оңай, өте жеңіл. Сол үшін сонымен бастау керек. Ол біздің ағзамызды дайындайды. Сок ішкеннен кейін, мысалы, басқа ауыр тамақты жейсіз ғой, соған дайындық түрінде сок өте пайдалы. Сок обязательно ішінде тек қана бір нәрсе емес, көбірек фрукты и овощи, көкөніс және жеміс болу керек. Фрукты көп болмағандар, өйткені слишком много сахара тоже вредно. Көкөніс желательно сәбіз, свекла, басқа да нелерді қоссаңыздар болады. Біз, мысалы, өзіміз күнде отбасымызбен свежевыжатый сок ішеміз тамақтың алдында. Оның ішінде обязательно сәбіз, қызылша, свекла, алма, апельсин, сондай ингредиенттер болады. По вкусу өздеріңіз қарайсыздар ғой. Именно көкөніс көп болған өте маңызды, ұмытпаңыздар. Сок біздің ағзамызды тазартады. Ішіндегі ЖКТ дейді ғой, желудочно-кишечный тракт. Бүкіл именно ас қорыту жүйесінің бүкіл несінің жолын тазартып шығады. Әртүрлі токсиндер, улар толықпаған, содан тазалайды. Ол именно көптеген біздің жасушалар, ұлпалар қарны ашып қалғанда, оларға именно сондай не керек? Минерал, фермент, витаминдер керек.
біз ойлаймыз, вот біз көп тамақ жеп алдық та, біздің жаңағы асқазанымыз толды, мен тойдым деген сезім келеді. Негізі сіз тойсаңыз да, егер керек фермент, элемент, минералды бермесеңіз, сіздің ағзаңыз, ваши клетки будут голодать. Сіз вроде тойдыңыз, желудок растянулся, бірақ ваши клетки голодают от недостатка минералов, ферментов, энзимов, да, и так далее. Поэтому өте маңызды. Одан кейін әртүрлі аурулардан, хронический, көп жылдан бері сізде бар аурулар болса, доказано научным исследованием, что овощные, особенно соки, адамды емдейді екен. Даже сондай диеталар бар. Тек қана сок ішіп жүреді белгілі бір уақыт. Біз не істейміз? Жайлап, аптасына бір күн болсын, 2 күн болсын, күнде болса да, осындай бір стакан свежий сок қосуға тырысамыз өз менюмызға. Өте пайдалы. И напоследок, сіздерге көрсетем, қалай сок істеу керек. Сок істеп болғаннан кейін, соктан шығатын жаңағы жымиқ дейді ғой, қалдық. Оны тастамаңыздар. Негізі фреш соктың пайдасы өте көп, бірақ жаңағы қалған салат дейді ғой, жымиқ. Оның пайдасы да аз емес. Оның клетчатка деген нәрсе бар. Ол біздің ішегіміздегі микрофлораға номер 1 тамақ болады. Одан тоже бір нәрсе істеуге болады. Кеттік онда, сіздерге соктың өзін көрсетейін, қалай істеу керек. Поехали. Құрметті достар, міне үстіл бүкіл біздің көкөніс жеміс бәрін дайындап қойдық. Бізде апельсин бар, қызылша свекла бар, carrot, сәбіз, и, конечно, apple, алманың түрлері көп. Енді өздеріңіз таңдайсыздар. Бұл примерно 6 адамға жетеді осынша. Енді сок істеу үшін бізге соковыжималка керек. Соковыжималканың ода түрлері көп, бізде осындай. Очень советую. Қанша уақыт болды, жұмыс істеп жатыр. Сокты жақсы шығарады, ешқандай проблем жоқ. Окей, онда не істейміз? Қазір сокты дайындаймыз. Сокты дайындап кезде бір-екі нәрсе айтып шығайын. Именно көкөніс көбірек болған дұрыс сокта. Осындай апельсин, алмаларды көп істемеңіздер, өйткені оның ішінде қант көп. И кейбір адамдарға зиянды болуы мүмкін, слишком много сахара. Окей, кеттік онда сокты дайындайық. Сок дайын болғаннан кейін сіздерге көрсетеміз. Онда кеттік. Сок шығып жатыр. Айтпақшы, мынақта біз сокты дайындадық. И қараңыздар, енді мынақта шыққан жымиқ. Көрдіңіз ба? Мынаның аты жымиқ. Ол ертең біз одан салат істейміз, хлебцы істейміз. Көп мықты тәтті заттар істеуге болады. Сол үшін тастамаңыздар. Очень полезная клетчатка. Мен қазір пакетке жинап, холодильникке салып қоям. Болашақта оны қолдануға болады. Сәбіз және қызылшаның жымиқын алып тастадым пакетке. Болашақта оны қолданамыз. Енді тек қана фруктыларын согын шығарамыз. Міне, сок дайын. Бұл примерно 6-7 адамға жетеді. Енді жаңағы фруктылардың жымиқын жинаймыз да, оны сразу жеп жіберсек болады. Міне, фруктовый салатымыз дайын. Согымыз дайын. Сокты обязательно істейміз, араластырып жібереміз. И қоямыз. Ас болсын, ауырмаңыздар.
деніміз сау болсын, денсаулығымыз зор болсын. Денсаулық зор болса, қалған бәрі Құдай қаласа жақсы болады. Goodbye.